пижамамен жасайтын жұмыс болған қандай рахат, өстіп шай ішіп отырып жасай береміз, иә. Қыздар, мен сабағымда часто айтам, иә, статистиканы көп айтам. Содан кейін статистикамен өзім жұмыс жасайтын болғандықтан, иә, смарт системасын көп айтам. Содан кейін мен осы список контактты көп айтам. Неге? Қараңыздаршы, өйткені статистика деген нәрсе ол барлық бизнесте бар нәрсе. Менде, например, статистика бойынша 150 адам менің командамда, бірінші линиямда 150 адам тіркелген. 150 адамның 20%, то есть 30 шақты адамға, 25-30 адам менде постоянно менің продукциямды алатын тұрақты клиенттер, иә. И және де сол статистикадан алғанда 10% адам менің активный партнерларым. 3 лидерім бар, 2 өсіп келе жатқан лидерім бар, и 5 активный тағда партнерім бар, иә. Бұл статистика. Ал енді ары қарай мен сіздерге осы контактпен қалай жұмыс жасау керек, соны айтам, иә. Ал контактпен жұмыс жасаудың маңыздылығы неде? Сіздің контактыңыздағы адамдардың барлығы сізден бүгін сауда жасамаса да, ертең сауда жасамаса да, жалпы сауда жасамаса да, қазірге сіз енді контакттағы адамның бәріне айту керексіз. Мен мысалға қай компанияда жұмыс жасайтынымды менің контактымдағы адамның бәрі білу керек, иә. Неге? Себебі кезінде мен өзім мынандай бір ошибка жібердім. Сол ошибканы бір жібердім да, содан кейін барып мен контактымдағы адамдармен тығыз байланыста жұмыс жасай бастадым. Менің қазір контактымдағы адамдардың барлығы білетін. Мен Сайберен Wellness, Сибирское здоровье компаниясының консультанты болып жұмыс жасайтынымды бәрі біледі. Басқа бір жерден отзыв естісе де, басқа бір жерден бір адамның қолынан көрсе де, мен енді тұрақты түрде 5 жылдан бері осы компанияда жұмыс жасап келе жатқанымды көріп отыр, иә. Және де мен бұл жерде тек қана жұмыс жасап ақша табу емес, өзім жаңағыдай эксперт болып өсіп жатқанымды көріп отыр, иә. Өзімнің отбасымнан, өзімнен личный результатты көріп отыр менің айналамдағы адамдар. И поэтому басқа бір адамнан естісе де, біздің ортамызда бота Сайберен Wellness-та, Сибирское здоровьеда деп маған келеді. Бота даже соцсеттерден осы көреді ғой, тиктоктан бір жерден маған скрин жібереді. Бота, мынау туралы маған ақпарат керек, маған бұл қалай ойлайсың, сенің ойыңша бұл маған келе ма, келмей ма бұл өнім, және де келетін болса мен сенен алып отырайын, қаншалықты қалай ішу керек екенін бәрін өзің айтып отырсаң. Енді менің айналамдағы ең сенімді адамым сенсің. 5 жылдан бері осы компанияда жұмыс жасап келе жатырсың, әжептәуір тәжірибең бар, саған сеніп, саған жазып отырмын деп мен контактымдағылар жазады. Ал бірақ мен алғашқы жыл бастаған кезде бизнесте контакттармен дұрыс жұмыс жасамағаным арқасында менде бір ошибка болды. Бірақ сол ошибкадан кейін мен бәрін исправила. Қандай ошибка болды? Менің подругам звондайды, сөйтіп маған айтады, мынандай өнімдерді қалай ішуге болады, сен Сибирское здоровьеда істейді екенсің, мен осы өнімдерді алған, бірақ дұрыс бермедім ба бағама, но бірақ менде результат болған жоқ. Бірақ именно осы өнімдерді ішіп, балаларынан результат көріп жатқан ата-аналар бар деп сөйтіп маған айтты. Сол кезде мен дың деп нет қалдым да. Мен айттым енді, ачо сен неге бұны басқа біреуден алдың, неге менен алмадың десем, ол маған айтады да, енді мен сен Сибирское здоровьеда істейтінді білген жоқпын, мен бұны алып қойғаннан кейін барып сенің инстаграмыңды, статусыңды қарап, содан кейін барып көріп білдім. Сен егер маған айтқан болсаң, мен бұны сенен алар едім деді. Вот, представляете, менің подругам, моя подруга сөйтіп маған сөйтіп айтты. Сонда получается мен өзім теплый контакттарымды дұрыс жұмыс жасамағанымды түсіндім дағы. И қайтадан А буквасы мен Я буквасына дейінгі контактымдағы барлық адамдардың бәріне мен Сибирское здоровье компаниясында консультант болып жұмыс жасаймын, онлайн консультация жасаймын, қандай өнімдер керек, любой жерге сендерге доставка жасап беремін, мен арқылы алыңдар, себебі сендер менің контактымдағы адамсыңдар, себебі сендер менің жақынымсыңдар, себебі сендер менің танысымсыңдар, себебі сендерге мен даладағы адамдарға емес, сендерге особенно енді сен өзің танысың, например, өзің туысқаның результат алса екен деп ойлайсың ғой. Мысалға да сен жаңағыдай жақсы бір
сен туралы жаңағыдай ассоциация жақсы болу керек қой. Енді соны мысалға сен стараться етесің ғой. Сонымен айтамын да, мен өйткені сендер үшін стараться етем, сендер үшін мен тегін консультацияда алып беремін, сендер үшін программа жасап беремін деп, только доверьтесь мне, и я вам все сделаю как надо деп, мен солай контакттармен дұрыс жұмыс жасай бастадым. И солай дұрыс контакттармен жұмыс жасауым арқасында ең бірінші осы 500 000 теңге табысқа шықтым мен. Содан кейін барып мен ары қарай уже партнерствомды жалғастырып компаниямен, өзім сияқты партнерлар шығарып командамнан 500 000 теңгеге дейін, 5 миллион теңгеге дейін біздің компанияда сіздерге до условия қоймайды. 500 000 теңгеге дейін сіздер сауда жасап, товармен жұмыс жасауға болады. Мен, например, солай жасадым, товармен жұмыс жасадым, потому что мен сразу бизнесқа адам шақырған жоқпын. Мен всегда результатқа жұмыс жасайтын адаммын. Маған өзім результат көруім керек болды, және де айналамдағы клиенттер маған отзыв айту керек болды. Жаңағыдай клиенттердің бұрынғы мысалға гаймориттен, геморройдан, варикоздан, содан кейін жаңағы кистадан, миомадан, и одан кейін катарактадан, сосын артроз, артриттен и женский гормональный нарушениеден мен көрдім отзывтарды, и сол бағытта осындай күшті отзывтар бар. Кімде осындай проблема бар, маған жазыңдар, күшті сіздерге арналған керемет программа бар деп, мен сондай адамдарды іздей бастадым. Сол адамдар маған келді, сол клиент болып, одан кейін сол жерде сол клиенттерім арасынан жарты жылда өзім де результат көрдім, және де клиенттерім арасында көптеген отзывтар пайда болды. Вот видите, мен сондай адамда, мен отзывты көрдім, сондай проблемасы бар адамдарды шақырдым сол отзывқа и сол программаға, и содан кейін өзімнің личный клиенттерімнен, және де өзімнің денсаулығымнан өзім результат көрдім, и все, и меня продажа прям күшті жүріп кетті. Ары қарай мен уже осындай адамға пайдалы өнімдермен сіздер жұмыс жасайсыздар, сіздер ақпарат бересіздер, сіздер бұл өнімді производить етпейсіздер, сіздер бұл өнімді тасып апарып почтаға селкілдеп жүрмейсіздер. Үйде отырып приложение арқылы, компанияның приложениесі арқылы үйде отырып сіздер доставка любой жерге, ауылға, аймаққа жібере аласыздар деп. Мен уже солай қалай жұмыс жасау керек екендігін айттым. Міне мынандай менің командамда күшті катарактадан операциядан қалған 2 адам бар, миомасы 15 сантиметрлік кеткен 2 адам бар, жаңағыдай бауырын тазартып осы жақсы результат көріп отқан адамдар бар. Былтырғы мынандай жаңағыдай сахарный диабеттен страдать еткен кісі биыл мінекей давлениесінде, сахарында бәрін нормализовать етіп, қазір мінекей өте жақсы өмір сүріп жатыр деп. 20 килограммнан 50 килограммға дейін салмақ тастаған кісілер бар деп. Мен осындай мінекей күшті продукциямен сіздер пайдалы ақпаратпен бөлісу арқылы адамдармен жұмыс жасап ақша табуыңызға болады. Сіз тек консультант боласыз, компания барлық ауыртпашылықты өзінің мойнына алады, сіз тек консультант боласыз деп, сөйтіп мен уже адамдарға айтып, уже адамдарға бизнес үйрете бастадым. Өзім сияқты бір адам шықты, 500 000 теңге табысқа, мен табысым 1 миллион болды. Өзім сияқты тағы да 2 адам шықты, 500 000-нан табыс тауып, менің табысым уже 1,5 миллион болды. И соның арасында 3 адамды үйреткенім үшін, 3 веткамен жұмыс жасағаным үшін компания маған үй де берді, машина да берді, бонус та берді, саяхат та берді, алтын да берді. В общем, бәрін алдым компаниядан. Ары қарай жұмысымды жалғастырып жатырмын. Қазір тағы да 2 адамды 500 000 теңге табысқа шығарам. Менің табысым уже 1,5 миллионнан 3 миллион теңге табыс болады. Еще 27 миллион 500 000 теңге бонус аламын тағы да. Оны ары қарай жалғастырып, тағы да жаңа айттым ғой, осының алдында статистика бойынша жұмыс жасаудың арқасында 10 тұрақты партнерім бар деп. И сол өсіп келе жатқан 5 партнерімді уже аяққа тұрғызып, мінекей уже өсіп келе жатқан 5 партнеріма мен уже фокус бұрып, сол кісілерді өсіріп, ол 5 партнердің уже әрқайсысы өскен сайын мен табысым 500 000-ға өсе береді. Көрдіңіздер ма? Бұл жерде өте жаңағыдай бәріміз математикаға барымыз ғой енді. Қаншалықты товар айналым сен жасайсың, соншалықты компания саған ақша төлейді. Например, сен товар айналым жаса 300 000 теңге, 50 000 теңге қалтаңда. Еще 147 000 теңге сертификатын аласың. Оны да сатып ақшаға ал, например. Ал егер де 700-800 000 теңге товар айналым жасайтын болсаң, 100 000 теңге табыс табасың, 147 000 теңге сертификатымен қоса 230 000 теңге сертификатын аласың. Классно. Егер сен
1,5 миллион теңге товар айналым жасайтын болсаң, уже 200 мың теңге табасың. 3 миллион теңге товар айналым жасайтын болсаң, уже 300 мың теңге табасың. 5 миллион теңге товар айналым жасайтын болсаң, уже автобонус, алтын бонус, саяхат бонус, уже бәрін аласың уже. Автобонус аласың, самое главное, еще алтын аласың. Міне, 5 миллион товар айналыммен. И сол 5 миллион товар айналымды сосын сол клиенттерің арасынан өзі шығады бір кісі. Мен де жұмыс жасағым келеді, сен сияқты маған ұнап тұр продукция деп. Өзім результат алдым, я уверена деп. Бір адамды үйретші, бір адамды. Сен табысың уже миллион болады. Тағы да 2 адамды қосып үйретші, уже 1,5 миллион табыс табасың. Еще үй бонус береді саған. Анда автобонус алдың ғой. Үй бонус, алтын бонус тағы да аласың. Тағы да саяхат аласың. Вот осылай қыздар. 5 адамды үйретсең, пожалуйста, 27 миллион 500 мың теңге береді. Айлығың уже 3 миллион теңге болады. Просто әшейін простая математика. Простая логика, простая математика. Қалған нәрсенің бәрін компания өзі мойнына алып жатыр. Өзі программалар жасап беріп жатыр. Астана Мед Академиясымен жұмыс жасап жатыр компания. Денсаулық бағытында 1000-ға жуық программа бар. Жаңағыдай осы катаракта, анемия, беременность, бесплодность, бәріне, буын аурулары, ішек жолдарының аурулары, қан қысымы, бәріне уже берілген программалар бар. Дайын дәрігерлерін жасап берген программалармен жұмыс жасаймыз. Компания 700-ден аса өнім шығарып жатыр ай сайын. Компанияның 4 производствосы бар, өзінің логистикасы бар, өзі жеткізіп береді, почтаға жүгірмейсіңдер. Мен пижамамен отырып, бүгін, например, Москваға заказ жасап отырмын. Ойлаңыздаршы, классно же, классно. Так что, қыздар, много не думайте. Жұмыс жасағаныңыз келсе, осындай денсаулыққа пайдалы, адамзатқа пайдалы іспен айналысып, миллиондап табыс таба аласыздар. Командама келіңіздер.